Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгінгі сабағымыз біздің present simple, яғни осы шақ. Ағылшын тілінде 16 шақтың бар екенін білесіздер. Енді present simple'дан бастаймыз, себебі біздің күнделікті жасайтын іс-әрекеттерімізді қалай айтамыз, қандай сөздерді, қандай етістіктерді қолданамыз, соны қазір өтетін боламыз. Яғни present simple ол біздің күнде жасайтын әрекеттеріміз, яғни орысша айтқанда біз рутина деп айтамыз ғой, күнде бір нәрсені жасаймыз. Немесе жиі жасайтын нәрселерімізді біз осы present simple мен айтамыз. Және де ол фактілерді де біз осы present simple мен айтамыз. Present simple'дың қолдану формасы, яғни ол subject, зат есім, plus verb, етістік, es немесе s жалғанады. Ол қай кезде es пен s жалғаймыз, ол he және she және it туралы айтқан кезде, қолданған кезде біз етістікке s жалғаймыз. Okay, let's start. The first is positive sentences. Біріншісі ол болымды сөйлемдер. Болымды сөйлемді қалай құраймыз? Мысалы, мен күнде сағат 7-де оянамын. I wake up at 7 o'clock every day. Мен сағат 7-де, мен, зат есім бірінші. Екінші оянамын, wake up нешеде? At 7 o'clock, қашан күнде, every day. Және бұл жерде айта кететін нәрсе, present simple'да өзінің бір present simple екенін білдіретін көмекші сөздері бар. Ол жаңағы every day, usually, seldom, often, sometimes деген сияқты сөздерді біз осы present simple'да қолданамыз көбінесе. Okay. Next. Ол, ол туралы айтқанда, ол күнде сағат 7-де оянады. He, енді жаңа айттым ғой, s немесе es жалғанады деп, Енді мен I жаңа wake up деп айттым. Енді he болғасын біз wake-ға s жалғаймыз, He wakes up at 7 o'clock every day. Okay? Немесе ол кофе ішеді. He drinks coffee. Ол кофе ішеді. I drink tea. Мен шай ішемін. Okay? Олар шай ішеді. They drink coffee. Немесе олар әдетте шай ішеді деп айтайық. They usually drink tea. Ол кезде уже usually ортаға кетіп қалады. Немесе олар жиі киноға барып тұрады. They often go to the cinema. They often go to the cinema. Олар жиі кинотеатрға барып тұрады. Бұл енді positive sentences, болымды сөйлемдер. What about negative sentences? Болымсыз сөйлемдерді қалай құрастырамыз? Ол, яғни біз бәріміз білетін not деген сөз. Бірақ present simple'дың көмекші етістігі бар, ол do және does. Do деген яғни жасау дегенді білдіреді, аударады. Аудармаса do, делать, do енді жаңағы s жалғанатын сөздерден бөлек сөздермен қолданылады. Мысалы, do деген I, you, we, they мен қолданады. Ал does деген енді doға es жалған тұр соңына. Сондықтан ол жаңағы s жалғанатын сөздермен қолданады. He, she, it пен, Енді оны қалай құрастырамыз? Мен кофе ішпеймін. Мүлдем ішпеймін, I don't, яғни do not деген сөз қысқартып біз don't деп айтамыз. I don't drink coffee. I don't drink coffee. Мен кофе ішпеймін. Ол кофе ішпейді. He does not drink coffee. Яғни he doesn't drink coffee. Точка. Сұраулы сөйлем, Сұраулы сөйлем question forms қалай құрастырамыз? Яғни бұл кезде жаңа көмекші етістігіміз бірінші орынға шығады. Өткен сабақта да айтып кеттім мен, көмекші етістіктердің көбісі біз ағылшын тілінде бірінші орынға шығады. Қазақ тілінде біз соңына қарай жібереміз ғой, олар бірінші орынға шығарады. Мысалы, сен кофе ішесің бе? Күнде, мысалы, жиі. Do you drink coffee? Немесе күнде деп сұрағыларыңыз келсе, онда do you drink coffee every day? Сұрақ белгісі.
или жаңағы әр таң сайын кофе ішесің ба? Каждое утро, Do you drink coffee every morning? Сұрақ белгісі. Келесі жауап қалай айтамыз? Немесе жоқ деп айтамыз, бұл жалпы сұрақ, general questions. Yes, I do. No, I don't. Енді doesбен қолданайық. Ол күнде кофе ішеді ме? Ол туралы или қыз туралы айтайық. Ана пьет кофе деп қалай айтамыз? Does she drink coffee every day? Енді бұл жерде бір ескеретін нәрсе, мен жаңа айттым, болымсыз сөйлемде he, she, it болған кезде біз етістікке s жалғаймыз деп айттым. Енді сұраулы сөйлеммен жаңағы болымсыз сөйлемде біз неге етістікке s жалғаған жоқпыз? Себебі мына does деген көмекші етістікте соңында уже s бар, ол уже жалғанып дайын тұрған етістік, сондықтан біз болымсыз және сұраулы сөйлемде негізгі етістікке s жалғамаймыз. Яғни does she drink coffee every day, every morning? Окей? Ол ішеді. Yes, she does. Жоқ, ол ішпейді. No, she doesn't. Does not деген сөз, Окей? Енді мен жаңағы өткен сабақта да айтып өттім, WH-тан басталатын сұрақтарды, сөздерді қосып та сұрақ қоя аламыз, Мысалы, ол нешеде оянады деген сұрақты қойғымыз келсе, мысалы, күн дегенде сен нешеде оянасың, мысалы, сен или ол. What time, ол нешеде деген сөз. What time do you usually wake up? What time, сағат нешеде do you, сен, usually, әдетте, wake up, оянасың. What time do you usually wake up? Usually да қолданбайды болады. What time do you wake up? Сұрақ белгісі. Сен нешеде оянасың? И жауап, I wake up at 7 o'clock. Или ол нешеде оянады? What time does she wake up? Ол нешеде оянады? She, енді қараймыз, енді s жалғаймыз, себебі бұл болымды сөйлем. She wakes up at 7 o'clock. Okay, I hope you understand this grammar. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Present simple'ды біз күнделікті іс-әрекет және фактілер туралы айтқанда. Яғни факты дегеніміз не? Факты дегеніміз су мынандай температурада қайнайды. Немесе су мынандай температурада қатады деген, яғни фактілер, кәдімгі ол уже факты, оны өзгерте алмайсың, Мысалы, 0 градуста су қатады деп айтқымыз келсе, или неше градуста су қайнайды, примерно 20 градуста су, плюс 20 градуста су қайнайды, оны қалай айтамыз? Ол, мысалы, жаңа судан бастаймыз, зат есімнен бастаймыз дедім, ол сөйлемді құраған кезде. Су дегеніміз water, қайнау деген сөз boil. Енді water деген жансыз зат, ол he, she, it деген топқа кіріп кетеді иттің ішіне, сондықтан біз boilға s жалғаймыз соңына. Water boils at 20 degrees. Су 20 градуста қайнайды. Water boils at 20 degrees. Мысалға ретінде айтып тұрмын, мен. Тағы не? Су 0 градуста қатады. Water, қату деген freeze деген сөз. Оған тағы да s жалғаймыз. Water freezes at 0 degree. Okay guys, I hope this information will be useful for you and you will use present simple in your speech every day. Мен сіздерге осы берген ақпарат пайдалы болады, немесе пайдалы болды деген ойдамын. Соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Менің видеома лайк басып, комментарий жазсаңыздар, мен қатты қуанар едім. Келесі сабақтарда да біз грамматиканы жалғастырамыз. Қандай сұрақтарыңыз бар, сұрақтарыңыз болса, комментарийге жаза кетсеңіздер жақсы болатын едім. See you soon. Goodbye, guys. Wish you all the best.